Rabi' ibn Haytham. Күндердің күнінде белгілі сахаба Абдулла ибн Мас'удтан тәлім алған Раби' ибн Хайсам деген куфалық табиғин хадистанушы ғалым болыпты. Ол өте тақуа жан еді. Оны жергілікті халық қатты құрмет тұтатын. Күндіз білім іздеп, түнде құлшылық ұзақ жасайтын кісі еді. Оның бойжеткен қызы бар болатын. Ол әкесінің мұндай жағдайын көріп, оған жан ашып, бір күні болса да түнде жақсылап тынығып демалып алуын өтінеді. Әкесі қызының сөзіне құлақ асып, сол түні жатып терең ұйқыға кетеді. Сосын ол түс көреді. Түсінде бір кісі Раби' ибн Хайсамға келіп, Басра қаласында Маймуна деген келіншек бар. Ол сенің жәннатта жарың болады деп айтып кетеді. Таң атып ұйқысынан тұрған ғалым көшеге шығады. Ол түсі туралы біраз ойланады. Сосын ол Басраға келеді. Жергілікті халық ғалымның қалаға келгеніне қатты қуанып, оған зор құрмет көрсете бастайды. Сосын ғалым олардан Маймуна деген әйел туралы сұрастырады. Сөйтсе ол әйел туралы барлығы біледі екен. Ол күндіз қаланың сыртына шығып, жұрттың қойын бағады. Одан тапқан ақшаға құрма сатып алып, кедей-кепшіктерге таратады екен. Сосын түні бойы ұзақ құлшылық жасап, көңілі босап, айналадағы адамдарға ұйқы бермей мазалайтын көрінеді. Ол қазіргі таңда қаланың сыртында қой бағып жүргенін айтады халық. Жол көрсеткен адамдарға Раби' ибн Хайсам алғысын білдіріп, Маймунамен кездесу үшін қаланың сыртына шығады. Сөйтсе ол бір талдың түбінде намаз оқып жатады. Құлшылық жасап болғаннан кейін ғалым оның жанына жақындап сәлем береді. Маймуна болса, сізге де Аллахтың сәлемі болсын, уа Раби' ибн Хайсам дейді. Мұны естіген ол, сен менің атымды қайдан білесің деп таңдана сұрайды. Кеше түнде менің түсіме бір кісі келіп, сіздің келетіңізден хабар берді. Және сіз жаннатта менің күйеуім болатыныңызды айтты, дейді. Сосын ол сөзін жалғастырып, уа Раби' ибн Хайсам, маған жаратқан Жаббардың кітабынан бір аят оқып беріңізші, дейді. Ғалым болса, Мүззаммил сүресін оқып бастайды. Инна ладайна анкалан ва жахима ва та'аман за гуссатин ва азабан алима. Осындай сүредегі азапқа толы аятты оқығаннан кейін Маймуна қатты әсерленіп жылай бастайды. Сосын келет кеудесінен жаны шығып, сол жерде жан тапсырады. Сол уақытта күтпеген жерден бірнеше әйел келіп, біз оны жуындырып жаназаға дайындаймыз, дейді. Раби' ибн Хайсам болса, сендер Маймунаның өмірден өткенін қайдан білесіңдер, және аяқ астынан қайдан тап болдыңдар, дейді. Сонда олар, бұл Маймуна күнде түнде тұрып ұзақ құлшылық жасайтын. Оның жылап тұрып еткен дұғасын бәрі еститін. Ол әрдайым дұғасында, уа Раббым, мені Раби' ибн Хайсаммен жолықтыршы, тек сонымен жолыққаннан кейін ғана жанымды алшы, дейтін. Ендеше Басраға бүгін Раби' ибн Хайсам келді дегенде, Маймунаның дұғасы қабыл болып, өмірден өтетінін бірден түсіндік, деген екен. Достар, егер бұл әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өзгемен бөлісуді ұмытпаңыз. Басқа да осындай қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналымызға жазылып, қолдау білдіріп, пікірлер қалдырыңыздар. Неғұрлым көп қолдау көрсетсеңіздер, жаңа әңгімелер тез шығып тұрады. Сондай-ақ біздің TikTok'тағы Құран тағылымы деген арнайы парақшамызға жазылыңыздар.